тұр, шашын қысқартпаш, ұзындығы нормально қалды. Примерно мынандай ма қысқарттым. Именно қазір локоныдан көтеріліп тұр да ол ше. Қыздар шаш қысқартудан қорықпаңыздаршы, өтініш. Чеманда ұзын, ұшталған не ухоженный болып тұрғаннан гөрі бір 3 айда бір рет хотя бы шашын андай ухоженный сияқты көрініп тұрады сол кезде, и качествосы да құртылмайды. Ұшын бәрін сіздер неше түрлі там плойкамен неше түрлі бәле жасайсыздар, и ол кезде ұшын бәрі зардап шегеді шашын. И мен осылай қысқарттым, кішкене покраска жасадық, и осылай укладка Айданадан. Енді, как всегда, топ. Өзіме мынада қатты. Енді біз шаш бәрін істеп, менің құрбыммен тамақ ішуге келдік. Айдана қасында. И осылай тамақ ішіп жатырмыз. Енді мен бешбармақ жемегеніме біраз болған болатын. И бұл кісі айтады, мама, сен бешбармақ заказ берсең, жақсы көретінен ғой, восточный кухня деп мені ресторанға алып келді. Бір жақсы бір семейный ресторан екен, әдемі екен ше. Сол, короче, мен айтамын да, бешбармақта көңілім алған, көп жерге онша емес есем, мына жерден бешбармақ сөйтсем жақсы екен. Біледі екенсіз, сіз қай жерде қайсы жақсы екенін. Асмосын жаным. Жесең еуіз? Біз сол тамақ ішіп отырып қазір қайтамыз. Айдана өз үйіне айтады, ал мен енді кішкене походу жүрейін деп тұрмын мен. Мама, қарашы. Қарашы, қаншама адамдар подписка жасап жатыр, сененші. Енді жасайды ғой адамдар. Енді сені көріп жатыр, не қылып жатыр. Бірақ енді бұл саған мен вообще реклама ештеңе емес. Мен саған от души енді баяғыдан бірге жұмыс істегенбіз, қандай мастер екенді білем. Көбісі білмей жүр, кстати, мен барбер болып жұмыс істегенмін. Мужской мастер, бұл кісі женский мастер. Еще визажист, макияж жасайды, прическа жасайды, бәрін жасайды ғой, короче. Сол. Просто сен жұмысың ондай болмаса, мен сама айтемін деген сияқты ғой. Білемін ғой содан кейін. Сол вообще. Мына жақтан тамақ ішіп шыққам ғой. Сонымен мына апамды көріп қалдым. Рахмет апа. Қаншадан гүлдеріңіз? Жаным бере саған. Алла бере саған. Жаным апам деген айтады. Сендерді жақсы көремін деп, қатты көремін деп. Барлығына балет етіп отырам. Балет етіп отырам дейді. Қыздар, әй балалар, мына қосылайық та. Апа оны айтпай қойын енді. Жаным бере саған. Айтпай қойын. Қаншадан гүлдеріңіз? Знаменитый қызды. Әй бір жақсы көріп суретке түссеңдер. Жоқ, апа қойшы. Қаншадан гүлдеріңіз? Білмей жатыр ғой балалар. 2000-нан. Рет 2000-нан ба? Мен енді. Ештеңе керек емес апа. Өлі жоқ апа, гүліңізді алдым ғой, рахмет. Гүлді алдың, мен саған бір не болсын, талисман сияқты. Жоқ апа, өзіңізде қала берсін. Енді біз саған барлық жақсылық. Жоқ, сізге қарап не ойлап кеттім айтайын ба, мына гүлді сапалып жатыр ғой. Сразу сен көп Алла беріп отыр ғой. Тәуіржанды білесіз ба? Тәуіржанды білемін, иә. Сол кісіден үйренгенмін ғой. Сол кісінің қасында жүріп осындай жақсы. Сендер онда оны ұмытып кеттім. Жоқ, мен сені көрмәсім ғой. Жоқ, сен қыз балаға, конечно, Тәуіржандікі дұрыс ол. Тәуіржанға маңнар не, сәлем айт. Сәлем айтам. Ой, все жақсы, мен таксиге тұрдым. Давайте. Мен саған қызым. Рахмет. Бұл жағын ертең күшті келін әкесін айналып. Рахмет апа, жақсы сау болыңыз. Ой, мен бақыттымын. Апам бақыттым деп қояды. Негізі доброе утро деп салатындай не болып тұр ғой, уақыт болып тұр ғой уже, бірақ ойбу, мына ужас несін қараңыздар, кірін бір әдемі ақ көрсете қойын дегенім жарайды енді. Бірақ мен енді ұйықтайын деп жатырмын. Сол үшін спокойно ночи болып тұр. Ужас, менің кожам жаман болып тұр. Маған ренжіп тұр бетімнің кожасы, себебі мен мицеллярная вода, косметика сүртетін, умывашкамды бетімді жуатын, и крем увлажняющий ұмытып кеткен ғой бәрін. И мына жақта бір сабынмен жуа салдым. Енді кожам жаман болып тұрғаны бар. Әлеуметтік желіде көп адамдар сұрап жатыр арген жайлы. Не болып жатыр деп. Арген сәл ренжітіп қойғаны бар. Негізі көп дүние айтқым келеді, бірақ ренжітті екен деп мен жігіттің сағын сындырмаймын. Барлық оқырмандарым біледі, жалпы ер адамдарды жамандап мен әлеуметтік желіге салған емеспін. Мен ойладым негізінде осымен тынышымен қоя саламыз деп. Бірақ енді бүгін кешірім сұрап келіп тұрғаннан кейін салу керек болды. Барлығы білсін деген сияқты. Бізде енді тек қана таныстық болды ғой, бізде жұптық та болған жоқ. Сол себепті де тек таныстық болды, таныстық барысында бір-бірімізді білдік, таныдық. Аргенде жақсы жігіт өте. Болмағаннан кейін хайырлысы дедік, әр адам просто танысып көреді ғой. Солай қабылдадық енді.
Қыздың назы бар дейді ғой, мен бір ренжеймін, екі ренжеймін, потом уже жаймендеп қоя берем. Қыздар түсінетін шығарсыңдар. Өтініш жүрегіме қатты тиіп, прям уже қаншатаңсынан көріп жатырмын. Мен даже стористерге де салған болатынмын сол уақытта. Құдайым-ау, мен тұрмысқа шыққан жоқпын. Я, орамалды маған қонақ ретінде тақты. Ол қасымда құрбым да болды. Ол құрбыма да тақты. Ол жақта өзінің салттары бар екен. Сөйтіп келген қонақтарға қолдарында сыйлық болмаса жаулық жауып, жаңағы күтіп алады екен. Енді анасы мені көріп тұрғаннан кейін келіп сүйіп жаулықты жапқан болатын. Бұл жерде ешқандай мен тұрмысқа шыққан жоқпын, ешқандай да әңгіме болған жоқ. Ондай тек қана бізде таныстық. Сол бір момент болып қалды. Менде ондай болады деген ой болған жоқ. И адамдар қалай қабылдайды деген әрине қорқыныш болды. Бірақ түсінетін шығар дедім. Бірақ енді мен тұрмысқа шығып кетті, Бішкекте қалды деген нәрселерді өтініш. Онда өсекті қойыңыздар, құрметті менің достарым. Ал қалғандары барлығы нормально. Бұйырса ол видеоны алып тастайтын боламыз. Сол себепті де түсіністікпен қараңыз. Біз енді әргенмен жақсы мәміледе қалдық қой. Бұйыртса Алматыға келген кезде маған хабарласса болады. Мен Бішкекке барған кезде де тоже хабарласып тұр деді. Бізде ондай араздастықпен, өкпе ренішпен кеткен жоқпыз. Ешқандай ренішім жоқ. Кешірдім, барлығы жақсы. Әргенде өте жақсы жігіт. Осындай кішігірім таныстықта өзін көрсете білді. Сізге көп-көп рахмет. Аман болыңыз, сіз бақытыңызда. Ужас, менің кожам жаман болып тұр. Маған ренжіп тұр бетімнің кожасы, себебі мен мицеллярная вода, косметика сүртетін, умывашкамды бетімді жуатын, и крем увлажняющий ұмытып кеткен ғой бәрін. И мына жақта бір сабынмен жуа салдым. Енді кожам жаман болып тұрғаны бар. В общем, нашумевший макаронный әкелдік, қараңыздар. Барлығы салып кетті ғой. Короче, осына. Красота. Ой, жасынайне. Ішіне отыратын жамыз. Еще сәдем. Короче, бәрінен көрген ғой. Пинтерес болып тұр ғой. Қараңыздар. Адам көп. Хитовый жер. Кім әлі білмейді. Далаға Білес боласыздар. Білмейді? Далаға тұсаққа. Күшті екен аяқтар. Саламатсыздар. Короче, засырайтып менің мобилок сүртпеш прям әдел болып қаратса соны жерді. Мен көп. Аңсар қарап жүрем дейді. Меню бар, летний менюдан заказ бердік. Қазір енді обязательно дегустация жасаймыз, сіздерге отзывын айтамыз. Вот и біздің тамамыз келді. Прям подачасы күшті екен. Риготти. Риготти с коньяной. Менікі орза с креветками. Чай заказ беріп қойдық. Чайды облепиха и малина. Обязательно көріңіздер, дәм күшті. Яблоко, киви күшті тоже. Лимонадтары. Аласпасын, дәм көрейік. Необычно. Оннан қанша? Оннан 10. Мен де тамақтарына 10 берем бар ғой. Честно, отзыв прям вкусный екен. Тамақ жесе. Кімге ұқсаған дейін де осы жағы. Қыз не деген тамақ жесе. Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн. Кейбір мен туысқандарым номеріне дейін тауып алады да бір кісілер ше. Бірақ сториске түсіндіріп қойған, үстін бас, чатқа кіресің, көрсетіп қойған нәрсені түсінбей отырады да. Қайдан білеміз, чат қаяқта деген сұрақтар бар ғой. Әдейі істейсіңдер ма? Кесін аласың. Серьезно әңгіме бар достар. Қыздар, потом, чтобы не жалеть, тогда было написать ему да. Так что сейчас прям напишите мне. А может я сіздерді байқамай жүрген шығармын. Скоро үйленіп кетсе, сосын өкінесіздер. Тағы да бір жаңалықпен бөліспесем енді сіздермен. Артта тұрған көлікке құтты болсын айтып, салатын нәрселеріңіз болса сал жіберсеңіздер. Тағы плюс бір гараж тап қоя салайыншы. Гаражы жоқ бір көлік. Гараж жоқ, шынымды айтайын. Қандай көлікті ойлайсыздар? Opel Vectra. Отыр дейсің ғой ағайын. Молодец. Әсет Риза, ой, қатыны бар ше. Мына жерде мен қызымсың, мен қызымда пышыққа, мен қызымда пышыққа. Пышықшың ба енді? Мына бәрін ағайын қонақтарды бітіріп енді осы Алматыдағы тойға дайындаламыз,